Мен Қуантаев Ақылжан Қуантайұлы. 1974 жылы туылған. Осы Ақтөбе қаласы, Ақтөбе облысы Алға қаласында тұрамын. Енді ағаңызды, апаңызды алып кетті дедіңіз. Қай күні, нешеде, не үшін алып кетті ол кісілерді? Апамды, туған апамды, Есмұрзаева Жанна Қуантаевна, ол осы Ақтөбе қаласында нотариус болып жұмыс жасайды. 4 қаңтар, 5 қаңтар алаңға шыққаны рас, бейбіт шеруге. Алып кеткен күні 8 қаңтар күні алып кетті. Қазіргі уақытқа дейін сол тергеу изоляторында отыр. Естуімше ол кісінің сол Жанна деді ғой, бір нотариустың үйінен жаңағы гранаталардың қалдығын, дәрілердің қалдығын тапты деп бір құрып сапарған. Расында апамның үйінде оны тапқан, қазір тергеу жүріп жатыр. Ол гранаталар, оқтардың нелері алаңда үкіметтің адамдары атқаннан кейін солардың қалдықтардың апамның өзі емес, апамның бір құрбысы сол жаңа пакетке жинап алады да, сол апамның үйіне апарып қояды. Ол қазір экспертизалар барлық өтті. Ешқандай ол не емес. Ол табылғаны рас, қазір анықталып отыр. Ешқандай оған бір айып тағып атқан жоқ, осындай немен болғанымен. Үйінде табылғаны рас. Ал ағаңызды не үшін алып кетті? Туған ағам Алматы қаласында парикмахер стилист болып жұмыс жасайды. Аты жөні? Есмұрзаев Бауыржан Қуантайұлы. 1970 жылы туылған, жасы 52-де. Саясатқа мүлдем бір араласпайтын ағам. Ол шаш тарашы болып жұмыс жасап, ол алаңда сол Дархан дейтін қасында бір жолдас жігіті болады. Сол Дархан екеуі сояқта жүріп, сосын қайтып келе жатқанда бір жігіттің аяғына оқ тиеді. Соған ол көмектесем деп, көмектесіп жатқанда өзі де сол жараланып қалады. Өзіне де аяғына оқ тиеді. Қай жеріне? Оң аяғына тиеді. Сонымен санына, балтырына? Жоқ, сан жағына. Сонымен ол больницаға барады. Больницада оны тіктіріп, не істейді? Бірақ бір ертесі күн бе, 1-2 күннен кейін қан аққаннан кейін тағы да ауруханаға барады да, сол жаңағыдай перевязка не жасау үшін. Сол кезде ауруханадан собырлар ма, нелер ма, полициялар келіп алып кетеді, түрмеге қамап тастайды. Қандай оқ тиген екен белгілі ме? Боевой. Тесіп өтіп кеткен? Тесіп өтіп кеткен. Сүйегі аман ба? Сүйегі аман. Енді ол қасында Дархан дейтін жолдас жігіті болғасын, сояқта ұйымдастырушылардың бірі Дархан деген болған ба, сол ақ-қарасын білмей алғанда сол Дархан деп не істеп кеткен. Тоқтаңыз, сонда сіздің ағаңызды Дарханмен шатастырып алған? Жоқ, менің ағам қасында жолдас жігіті Дархан болған. Сосын Алматыда бір ұйымдастырушылардың бірінің аты Дархан болған ба, солай. Сол екі Дарханды бір-бірімен шатастырып алады. Бір апта 10 күннен кейін сол Алматының нелеріне шығып, Ғалым Нұрпейісов дейтін адвокат, оны жалдап, не істеп, сол Ғалым бәрін ақ-қарасын анықтайды, айтады, Дарханның маған түрін описать етіп берші дейді. Себебі Ғалым анау Дарханды біледі екен. Ғалым енді өз жолдас жігітін, Бауыржан ағам енді өз жолдас жігітін не істеп атқанда, екеуі мүлдем бір-біріне келмейді екен. Сосын енді соны қарап, тергеушілерге айтады, мынау сіздер Дархандарды шатастырып алдыңдар деп. Мынау жолдас жігіті ол ешқандай немес деп. Басында 255-ші баппен айыптады террорист ретінде. Кейіннен қазір 272-ні екісіне аударып, қазір ол үй қамақта отыр. Домашний арестте, сол Алматыда жұмысын жасап, не істеп. Ана Алматыда сол оқ тиіп ауруханаға түскен азаматтардың көбін алып кетті. Артынан азаптады дейді, жарасын ашып, ұрып соқты дейді. Ағаңызға сондай қиянат көрсетті ме екен? Ағамды ұрды. Қай жерде, қалай ұрыпты? Қалай ұрғаны, енді телефонмен сөйлесіп жатқанда ағам айтты, мені ұрды деді. Бірақ басқаларға қарағанда мені жеңілдеу ұрды дейді. Мен өзім ойым, ағам енді жасы 52-де болғасын, мүмкін жасын не істеген бе, бірақ ұрғанды қатты ұрды деді қасындағыларды. Мені енді оларға қарағанда аз да ұрды деді. Енді ағамның айту бойынша. Енді сіз әділдік іздеп жүрсіз. Ағаңыздың жазықсыз екенін айтып, толық дәлелдеймін деп отырсыз ба? Ағам да, апам да біздер оны айтып кететіндей, біздің әкеміз Есмұрзаев Қуантай өмір бойы заң саласында жұмыс жасады.
Ақтөбеде 60-шы жылдар осы Алға қаласында прокуратурада тергеуде жұмыс жасады. Ырғыз дейтін ауылда сот болды. Ырғыздан кейін біздер Жаңаөзенге, Ақтауға көшеміз. Ақтауда помощник прокуроры болады. Содан кейін Өзенде қаланың прокуроры болады. Өзеннен кейін Бейнеуде аудан прокуроры болады. Бейнеуден қайтып Өзенге келіп соттың төрағасы болады. Сояқтан пенсияға шығып, соңғы жылдар 15 жылдай адвокат болып жұмыс жасайды. Есмұрзаев, Қуантай, маңғыстаулықтар, жаңаөзендіктер бәрі білетін шаруа. Құдайға шүкір, біздер үйде 9 ағайындымыз. Апам да заң саласында жұмыс жасап, прокуратурада жұмыс жасады кезінде. Қазір нотариус болып жұмыс жасап жүріп, сол алаңға шыққан бейбіт шеруге жаңаөзендіктерді қолдаймыз деп 2011 жылы сол қанды оқиға қайталанбау үшін деп. Басты талапта сөйтіп шыққан. Егер ол сөйтіп шыққан заңды бұзушылық болса, онда заң бұзушылық шығар. Апам да енді алаңға шыққанда, мен сұрақтарды қойып атқанда, сен нешінші болып келдің деймін бұл алаңға? Мүмкін бірінші болып келген шығарсың. Мен барғанда 2-3 мың адам болды дейді. Сосын 3 январь күні жаңағыдай нотариальный действие жасайды, өз жұмысын жасайды. Мынау енді бәрімізге белгілі, 2 қаңтар күні неде басталады Жаңаөзенде, 3 қаңтар күні Ақтөбе 50 шақты адам алаңға шығады, 4 қаңтар адамдар жиналып бастайды. Енді оны организатор, ұйымдастырушы деп не істеп отыр. Ол қалай ұйымдастырады, егерде ол түстен кейін баратын болса. Сосын енді олар орыс мектепте оқыған, білімді орысша алғасын, қазақша дұрыс ойын жеткізе алмайды, орысша сөйлейтін. Алаңда шыққанда бір орысша сөйлеп бастап еді, халық оны тыңдағанда жоқ. Айтты, сөйлемей-ақ қой деді, апамды. Естемей-ақ қой. Соны енді апамды сөйлеткізбеген апамды қазір ұйымдастырушы болып жатыр. Тағы да бір жағдай, мынау жаппай тәртіпсіздік басталғанда апам алаңда болған жоқ. Сосын мен апамдан да сұрадым, акиматқа мүмкін кірген шығарсың? Жоқ, акиматқа кірген жоқпын дейді. Онда не үшін отырсың? Жаңағыдай бұрында да белсенді болды. Алдында 5 бала Алматыда қайтыс болғанда, оған да митингтерге шығып жүрді. Сосын кешеді осы жақында болғанда Қытайлар 50 заводты алып келеміз дегенде, оған да қарсылық шықты. Жерді сатамыз дегенде ол кездерде де шығып жүрді. Азаматтық позициясын білдіріп жүрген азамат. Азаматтың позициясын білдіріп жүрген азамат. Ол жаңағыдай өзі нотариус болып жұмыс жасайды, өзі общежитие тұрады. Былай қарағанда ол енді нотариустер табыстар жақсы ғой. Былай өздеріне жетеді енді. Өз жағдайын жасауға болады енді. Сол апам сол айқаймен жүрген сол жаңағыдай. Кеше түрмеде де отырғанда да, қазір де отыр түрмеде. Енді ол өзін ойлап отқан жоқ, қастарын адамдарын солардың жағдайын жасаңдар, жағдайын дұрыстаңдар деп, ояқта да түрмеде бір ходатайство дейді, өтініштерді сол қайта-қайта жазып, не істеп, мынауыңыз дұрыс емес, мынауыңыз дұрыс емес деп, сол жақта түрмеде де отырып, не істеп отыр ол. Полиция қызметкерлері, тергеушілер үлкен кісіні де, жас баланы да аямай ұрып соққан екен, қыздарды да ұрып соққан екен. Сіздің апаңызға қатысты азаптау болды ма? Жоқ, ешқандай азаптау менің апама қарсы болған жоқ. Оны шындықты шын деп айту керек. Мен себебі мынау қаңтар оқиғасы болғанда мен өзім жарыста болдым Семей қаласында. Семейден келгесін 14-і. 16 қаңтар күні апаммен отырып сөйлестім. Айттым, бірден психологиялық, физикалық қысым қосы жоқ деді. Психологиялық, физикалық не болған жоқ деді. Қазірді енді тергеу изоляторында отырғанда да менде күн ара барып тұрам. Сол кезде сұрайтын, қысым жасалып жатыр ма? Жоқ, қысым жасалып жатқан жоқ. Тергеу изоляторлар сояқта жұмыс жасайтын адамдар. Олар өздері біліп отыр, жазықсыз отырғандарына. Сол себептен ба жеңілдеу қарап жатыр, өтініштерім орындалып жатыр. Матрастар жұқа болған ба, маған 2-ші матрасты берді, оған да рахмет деп не істеп отыр. Олай полиция қызметкерлеріне дөрекі сөйлеген рас бұрында. Себебі, дөрекі сөйлеген себебі, ол под наблюдением болып жүрген адам. Үйден шыға алмайды, не істей алмайды, есіктің алдында полиция қызметкерлері тұрады. Сол терезені ашып, бір полицияларды бір боқтағаны біраз. Мен айттым, егер соның кінәсі болса, мен сол полициялардан кешірім сұрайын. Ол административный, әкімшілік неге жазаға тартылсын. Бірақ мынауда енді сараптамалар, көптеген сараптамалар өтті. Психолого-психиатрический сараптама, оны есі сау, бәрі дұрыс деді. Сосын наркологический, араққа ешқандай несі жоқ. Сосын жаңағыдай филолого-психологический экспертиза өтті, сараптама өтті.
Онда да ешқандай ол жаппай тәртіпсізге халықты шақырған жоқ. Тағы да басқа сараптамалар өтіп жатыр. Енді оларда былай да көздер жетіп жатқан сияқты. Енді бұрынғы сол азаматтық позицияны ұстанып тұрғасын, содан тек не істеп отыр деп ойлаймын енді. Яғни саяси қудалау. Саяси қудалау деп мен есептеймін. Осы апамды, ағамды да. Ағам саясиге мүлдем аралас жоқ. Мен айтып жатқаным жаңағыдай ол сол бір 30 жылдай болды. Парикмахер шаштаразшы болып жұмыс жасап жүрген. Ол кісіні саясатқа өздері араластырды. Оны да жаңа террорист дегесін, енді мен өзім сол Семейден Ақтөбеге келгенде, сол бірден хабар келді, жаңағыдай ағам террорист, апам экстремист. Сосын жаңағыдай енді мен туған апамды, ағамды білем, ағамды да, апамды да. Енді апам бірдеме десе, оған бір сеніп қалуға болатын еді, себебі бұрын. Сосын апамнан сұрағаным, акиматқа кірдің ба дедім, жоқ деді. Сосын алаңға нешесінде бардың? Алаңда 4-інде түстен кейін кешке жақын бардың деді. Мен айттым, онда қалай сен ұйымдастырушы боласың? Сосын ояқта сен алаңда отырып сөйледің ба? Мен сөйлейін деп едім, орысша сөйлегеннен кейін халық мені тыңдағысы келген жоқ. Мені естіген жоқ. Яғни сіз сенімдісіз, ағаңызға да, апаңызға да жала жауып отыр. 100%. Өзімді заң саласында 15 жылдай жұмыс жасадым. Бастапқы кезде әкемде адвокатский контора болғанда көмекші болып жұмыс жасадым. Қызыл дипломмен бітірдім заң факультетінде. Қазір екінші жоғарғы білімім бар, жаңағыдай педагогический. Қазір спорт саласында жұмыс жасап отырмын. Оған да бір мамандықты ауыстырудың себебі мынау сот жүйесі өзгергеннен кейін бұл салада жұмыс жасау мүлдем болмады. Бұрынғы система қайтып оралса, мен мүмкін қайтадан өзімнің конторамды ашармын, заң конторасын. Өзімді енді не істеп отқаннан кейін, сол апамның қағаздарын қарап шыққаннан кейін, жаңағыдай судья Бейсенбаев дейтін бар, оны жаңағыдай неге 2 айға арест бергеннен кейін. Сол қағаздарды қарап отырып, сол кезде мен ғана көзім жетті. Апамның толық кінәсі жоқ екен. Ағаңыздың заңгері Нұрпейісов қалды. Ғалым Нұрпейісов. Апаңыздың заңгері бар ма, адвокат? Қазір енді бастапқы кезде бір адвокат болды, одан бас тарттым. Алматыдан да адвокат келді, ол бірақ бір әртүрлі себептермен не істей алмай тұр деді. Ол менде бір не істеп отырып, қазір өзім сенімді бұрын бірге жұмыс жасаған сол адвокатты жалдап отырмын. Кеңес дейтін Махметов. Қазір бірге өзімді қоғамдық қорғаушы ретінде қорғап отырмын апамды. Бұлай профессионалдық түрде адвокатымыз бар. Үміт бар ма ақталады? Өзім бір Аллаға сүйеніп 100% шығады деп ойлаймын. Егер де апамды шығармаса, онда мен де оппозицияға кететін растап айта қояйын. Бұлай мен. Негізі көп азаматтарды осы күнде босатып жатыр. Олардың ішінде қоғам белсенділері де бар. Бірақ көбіне бейбіт шеруге шыққанын мойында деген сияқты жеңіл желпі өздерінің мойындарына алдырып жатыр. Айыппұл төлеп құтылып жатыр. Яғни толық ақталмайды, кінәсі бар екенін мойындап шығып жатқандар бар. Сондай бір сіздерге ұсыныс жасады ма? Жоқ. Апаң мынаны мойындаса, соттамаймыз, шығарамыз дегендей. Жоқ, ұсыныс келген жоқ. Бірақ ұсыныс келіп қала ма дейтін ой туады. Бірақ ол прокурорлар менде, тергеушілерге де айтты, менде барынша беретіндерін беріңдер. Бірақ ерте мына желтоқсаншылар кезінде қалай айыпталды, 86-та болған, қазір халық батырлары болып не істеп отыр ма? Ертең дедім, апам сол халық батырының атағын алады дедім. Ол енді туған апам болғасын, ол да түрмеде отырып, ол да шаршады енді. Кішкентай 2 баласы бар, кәмелетке толмаған. Онда осы жағдайларды неге ескермей отыр судья? Тұрақты жұмысы бар, үйі бар. Әйел адам, жасы 56-та. Енді нақты немен не істеп отқан? Белсенділік көрсетіп отқан, енді үйде осындай оқты пайдаланған, оқтарды табылғаннан кейін тек қана солмен не істеп отыр ма? Сосын бір мән-жайы бар, айтып кететіндей. 4 қаңтар күні қаңтарда Ақтөбеде аяздар болды енді, салқындау болды. Адамдар от жағып, кішкентай балдармен де жүрді. Сосын продуктіге ақша жинап, халық ақша жинап бастағанда, апам сол кезде халықты, біреу кімнің Каспиі бар, біреулерде наличный болған жоқ. Сосын Каспий дегесін апам өз Каспий нөмірін берген. Сол Каспийге де біраз қаражаттар жиналды. Ол қаражаттарға продукт алынды. Оны барлық нені не істеп отырып,
әр тиынына дейін бір жауап беруге дайынбыз. Ол бір көп ақша жиналғанда бір миллион шамасында жиналды ақша. Яғни митингіге шыққанда Каспийге елден ақша жинап, сол митингіні қаржыландырды деген айып таққан ғой апаңыз? Жоқ, ол қаржыландыру деп болғанда, енді ол қаржыға егерде бір заңсыз бірдеме сатып алса, оны нан сатып алса, шай сатып алса, продукт сатып алса, ол қалай болады? Ол халыққа. Ол тек қана апам емес, басқа да адамдар да сөйтіп ақша жинаған. Егер сол болса, сөйтіп соның кінәсі сол болса, ал сол үшін білмеймін ертең қалай үкімет не істейді екен. Оларға да былай енді жаңағыда сіз айтып жатқан сұраққа енді ондай туған апам болғасын түрмеден шыққанын қалай. Кейбір кезде өзім ойланамын, бір кішкентай бір мойнымызға ала қойып, сол сұрақпен құтылып кетемін бе деп. Бірақ болашақта енді кінәсі жоқ болса, нешін мойындаймыз? Нені мойнына аламыз? Одан да қазір үкімет енді жазасын беретін болса, берсін. Қаншама туған апам болғанымен енді ақиқат енді ол не істеу керек енді. Яғни ағаңыз бен апаңыз толық ақталсын, егер де таққан айыптар болса, бәрібір мойындамайды деп отырсыз ба? Жоқ, айыпты мойындамаймыз. Жоқ, мойындайтындар біздер жасайтындай, жасағанымызды мойындаймыз. Егер ол жасағанымыз заңға қайшы болса, онға жауапқа тартылуға дайынбыз. Мен де айтып жатқаным, мен де алаңға шығатын едім. Мен себебі алаңға шығатын себебім 2011-де Жарас дейтін жігіт сол қайтыс болған. Негізінде забастовщиктерге қарсы болған ол бала. Бірақ халыққа оқ атып бастағанда ол алаңға жақын тұрады. Қазанын қақпағын алып, халықты қорғауға барып жүгірген полицияларға 2 оқпен атып тастаған. Негізінде бастапқы кезде мен забастовщиктерге қарсы болған. Сол сөйтіп жолдас жігітім мен қайтыс болды. Мен алаңға шықпаған себебім Семейде жарыста болғасын, менде қасымда 14 балаға жауап беретін болдым мен. Ояқта да интернет болмай қалып, нені үйден шыққан жоқпын. Аман-есен балдарын сол ата-аналарына жеткізіп тапсырдым. 13-14 қыз балалар. Волейболмен Қазақстан чемпионатына барып едік. Енді бір семьямызбен айтып кететін болсақ, туған апамыз қайтыс болды 64 жылғы. Өмір бойы врач болып жұмыс жасады, стоматолог. Содан кейін ағам кәсіпкер, ол да органда жұмыс жасады. Содан кейін қазіргі апам нотариус болып жұмыс жасап жатқан. Ол да прокуратура саласында жұмыс жасады. Содан кейін 2 ағамыз, сол бір ағамыз жаңағыдай не парикмахер. Мен де заң саласында жұмыс жасадым. Қарындасым қазір сотта жұмыс жасайды. Семьямыз былай бір үлгі семья деп айтуға болады. Көздеріңіз ашық, көкіректеріңіз ояу, интеллигенция. Интеллигенция деп, интеллигентный семья деп айтуға болады бізге. Бірақ осындай әділетсіздікке тап болдыңыздар. Бұрын өзімді мен енді былай Facebook саласында болсын, не саласында болсын, мен де бұл айтып жүрдім мен енді. 500 мың орташа айлыққа 500 мың орташа айлық жоқ. Ана 2 сиырмен бағат дегенде, оған да айттым мен. Мен 2 жоғарғы білімім бар. Мен соған миым жетпей жатыр екен. 2 сиырмен ол енді әзілдеп па, әйтеуір бір ол енді бірақ үкіметті мақтайтын жерлерінде болды. Мақтайтын едім. Онда мен айтамын, жақсы жағын жақсы деу керекпіз. Халық саны өсіп жатыр. Анау да енді өзім Құдайға шүкір қандастарымыз келіп жатыр. Жақсы жағын жақсы деу керек. 14 миллион 800 мың болдық. Қазір Құдайға шүкір 19 миллионбыз. Қазақ болып жатыр. Қазақ мектептер көбейіп жатыр. Сол жақсы жағын жақсы деп айту керек. Ол тек 30 жыл бойы тек қана жаман болды деп, оны да енді үкіметтің адамдарына айтамын, мен сіздерді бір мақтайтын күндерім болады. Бірақ енді мынау қайда енді шыдамда шегі бар. Шыдамда шегі бар. Мен шығатын едім мен өзім. 2011-де де өзенде, жаңа өзенде мен жұмыстарым болды. Сол желтоқсан оқиғасы болмай тұрып, осы Ақтөбеде де жұмыстарым болып қалып, срочно Ақтөбеге келетін болдым. Бір Алла тағала сақтап отыр енді. Осы да қаңтар оқиғасына байланысты Семейде болып қалдым. Сол да енді тектен тек деп ойлаймын. Бірақ мен алаңға шығатын едім. Алаңға шығып, мен сөйлейтін едім. Тағы да сарапшылар айтып жатыр, егер билік осы саяси репрессияны тоқтатпаса, шынайы саяси реформа жүргізбесе, халық тағы бір көтеріледі, тағы бір шығады. Тағы да осы Ақтөбеде көтерілуі мүмкін бе? Көтерілсе сіз шығасыз ба? Одан бірден жауап беруге, оны мен ұзағынан бастайын. 2011-де жаңа өзенде үкімет халыққа қарсы істегенде, қан төгілгенде, содан бір жарты жыл бұрын Кәрім Мәсімов премьер-министр болып тұрғанда, соған телеграмма жолдағаным бар. Официально телеграмма беріп,
Жаңаөзен мәселесін шұғыл түрде шешілу керек, немесе возможный трагические события деп кәдімгідей телеграмма, ол телеграмма менде сақталған, квитанциясымен барлық, телефон номер сотовыйымда жазылған сол жақта, ол сотовый номерін әлі пайдаланып отырмын. Сол 6 ай бұрын өзенде сол бір события болады деп. Мынау да қаңтар оқиғасы болмай тұрып, үкіметте енді жора жолдастарым бар, бірге оқыған, жалпы айтып отырмын, бір сезініп отырмын, бірдеме болатын. Қазір де толық айта аламын, бір 3 жыл егер де реформалар болмаса, судебное, исполнительное, законодательное, мынау соңғы емес, өкінішке орай. Сіз ол кезде шығасыз ба? Халық шықса? Не себеп болады шығуға? Халық қандай жағдайда болады? Мынау Ақтөбе облысында заместитель Акима Бекенов дейтін болды. Мен оған не істегенде, оны шақырғанда, оған айттым, халық продуктілерді қарызға алып жатыр, соны білесіз бе? Білем деді. Азық-түлікті қарызға алып жатқан халық, ертең ол болды деген сөз. Терять нечего. Ертең олар алаңға шығады. Мен оны білгенім, халық өзім ауылдық жерде тұрсам да қарызға алатын, келіншегім больницаға түсіп қалғанда күнде продукты алып жүремін. Сол кезде айтам, қымбат, халық қалай күн көріп жатыр деп. Келіншегім больницадан шыққасын қарызға алып жүр ғой. Мен айтып отырмын, продукттың қарызға алады ма? Иә, нанға дейін қарызға алады деді. Мен арақ темекі болса бір бөлек. Қазір де сол. Енді жоқ дегенде әр қазақстандық продуктіге жеткізетіндей үкіметке айтатын сол. Енді ол продукты проблем болмау керек. Бір қыдыру мәселесі болса, ол бөлек. Еңбектенсін, ақшаны тапсын, қыдырсын. Мынау азық-түлікті қарызға алады деген сөз, мынандай байлықпен 19 миллион халықпыз, айтатын сөзім жоқ. Тоқаевтың... Енді сіз жаңағыдай айтып отырсыз, осындай көтеріліс болса, сіз шығасыз ба деп. Ол бір Алла біледі. Енді қазір мен шығам деп, ертең ол шығып атқан адамның көзі, мен олармен мүмкін не буду разделять их мнение, былай айтқанда. Оны мен қазір мен сөз берсем, мен шығу керек боламын. Мен сізге сөз беретін болсам. Ал егерде тап осы Жаңаөзен нелері болса, я осы қаңтар оқиғасы болса, тап осындай болса, мен шығам. Енді мұны Тоқаевтың тырнақшаның ішіндегі саяси реформасын білесіз, министрлерді орындарын ауыстырып жатыр. Дегенмен, кейбір министрлер ауысты, бас прокуратура ауысты, ішкі істер министрі ауысты, басқа бір адамды әкелгендей болып жатыр. Сол кісілерге қаратып айтатын сөзіңіз бар ма? Негізінде Тоқаев жайлы 96-97-те әкем соны көріп, ел басқаратын адам деді. 96-97-те. Бірақ деді, қазақша білмейді деді. Қазір қазақшасын дұрыстап алды. Ел басқаратын адам, қаңтар енді грубый ошибка болды. Сосын 30 жыл билегендер, оны бірден өзгерту, ол да қиын, бірақ аянышпен қараймын Тоқаевқа. Ағам да, апам да түрмеге отырғызса да, Тоқаевқа аянышпен қараймын. Себебі бүкіл система, мен өзім 7-ші класстан бері заңгер болам деп армандаған едім. Бірден оқуға түскен жоқпын. 23 жасымда очно оқуға түстім. Соны 27 жасымда қызыл дипломға бітіріп, 34 жасымда конторымды аштым. Юридический контораны. Арманыма жеттім дегендей. Сол салада жұмыс жасап, армандадым мен заңгер болып жұмыс жасауды. Мынау сот жүйесін, енді грубо айтқанда, изнасиловали. Исполнительное, заң шығаратын заңдар, өзгерістерді, бір заң сатып алатын болсан, кітаптармен бұрын жұмыс жасайтын едім. Ол апта сайын, бір ай сайын өзгерістер. 94-те керемет заңдарым шықты. Мен 2001-де дипломдық жұмысым жасағанда орысша оқыдым. Становление конституционного и кодифицированного законодательства Республики Казахстан. Конституциямыздан дым қалған жоқ. Конституциямыздан.
кейбір алдында мен баптарға енді өзім айтып отырмын, мен қызыл дипломмен бітіріп жаңағыдай біреулер кеңес сұрайды. Мен айтып отырмын, осы баптың несіне сүйене, ол жоқ қой дейді. Қалай? Оны істегендер коммерсанттар ғой. Коммерсанттар бізде базарный мекеме болды, базарный үкімет болып кетті ғой. Базарный үкімет болып кетті. Небір азаматтар, мен кішкентай болам, қасымда отырған Әкежан деп қойды. Оған да екі себеп бар. Бір себеп Әкежан Қажыгелдин. Екінші себеп сол жылы әкем қайтыс болды. Бірақ баламды Әкежан деп қоям деп не істедім. Әкежан Қажыгелдинді не істеймін. Ораз Жандосов сияқты, Ғалымжан Жақиянов сияқты, Жакишев сияқты азаматтар бар ғой. Оларды, мысалы, Тұяқбай Жармахан, әкемді сізбен бірге жұмыс болды, Есмұрзаев Қуантай, білу керексіз ол кісіні. Үйде қонақта болдыңыз. Былай қарағанда, әкемді, мен оқуға түсе алмай тұрғанда, әкем соттың бастығы болды. Электрик болып жұмыс жасап жүргенде Жаңаөзенде. Ол айтатын еді, адал еңбегімен ақша тауып жатсың деп. Ол үйдегі берген тәрбиеміз кім болсан да, бірақ адал еңбегімен ақшаны тап. Апам да жаңағыдай нотариус болып, күнделік бір 20-30 мың ақшасын тауып, қазір бір сделка 30-40 мың. Сөйтіп ол қасқа жаны ашиды, сөйтіп жүрген, қазір де жылап отыр. Мен не үшін отырғаным мен түсініксіз. Кеше ғана жауап берді. Сонда жауапты мен айтып отырмын, ашық бәрін айта ғой. Сенде іс әрекеттерінде бір қылмыстық бұзушылық әрекеттер жоқ дедім. Акиматқа кіріп баратқан, оған жан ашып атқан акиматқа жаңағыдай басып кіргенде, олар тоқтатты. Бармаңдар деді. Провокацияға ермеңдер. Бейбіт шеруде тұрайық. Талаптар енді бастапқы талап жаңаөзендіктерді қолдау. Сосын газ мәселесі 50 теңге дегендей. Сосын енді саяси талаптарда басталды. Шал кет дегендей, үкімет отставкаға кетсін. Ол үкімет егерде осы талаптарды орындамаса, онда бір бөлек қазір қамап атқандарын. Бүкіл талаптарын орындап тұрған. Бонус ретінде Карим Масимовты отырғызып тастады. Қайрат Сатыбалдыны отырғызған, оны да бонус деп есептеймін. Қаншама адам комитетте не істеп отыр. Но КНБ-ның не істегені, енді білмеймін қазір, но Қазақстанда заң жоқ деп отырмын. Қазақстанда заң жоқ, себебі өзімді сол халықаралық Қазақ-Түрік университетін бітірдім қызыл дипломға деп. Мен ол жақсы білім алдым, практика түрде әкемнің қасында 5 жыл жұмыс жасадым. Біраз сояқтан мен практикасын алдым. Енді ол да кейбір кезде Facebook нелерге де желілерге шығып жүргенде, қазір үкіметке жұмыс жасағанда да енді жайлап айтады. Оны қоя қойшы, не істеп. Мен үкіметтің жақсы жағын да айтам, жаман жағын да айтам. Неге айта алмаймын? Қазіргі таңда заңсыз отырып атқан адамдар. Кеше бірақ полиция қызметкерлеріне айттым. Ақтөбеде бір сұмдық жағдай болды. Көлікпен полицияларға қарай не істеп, бір полицияны есіп кетті ме? Мен айттым, соларды неге отырғызбайсың? Жоқ, олар отыр деді. Олар отыр деді. Бірақ тергеушілерге айтып отыр, менде олар ақ қарасына жетіп жатсыңдар ма? Жалпы қалай болып жатыр, не болып жатыр? Кім ұйымдастырды? Егерде жаңа сіз қойылған сұрағыңыз мойнына бір нәрсені алып, жаңағыда енді жазасы төмендеу болсын деп, жоқ, оған келіспейтініміз, егерде апамды соттатса, аланда ең көп бір 10 шақты мың адам болды. Сол апам сияқты. Сонда 10 мың адам соттатсын. Жазасы сол тек. Халыққа продукты алған үшін оның қателігі сол болса, сол үшін соттатсын. Егерде бұрын белсенділік көрсетіп жүрсе, бұрынғы мен Тоқаевқа да айтқан, мынау ғой сен опорын, белсенді азаматтарын. Себебі Назарбаев жеңе алмайтын еді. Бұл қаңтар оқиғасы болмағанда, Назарбаев қала береді солай. Қаңтар оқиғасы болғандан кейін пенсионермін деді. 2,5-3 жыл өзі де жұмыс жасаған жоқ, біреуге де не істеп. Бүкіл әкімдердің барлығы Назарбаев қойып кеткен. Бүкіл министрлер, обороны, МВД, Генпрокуратура. Тоқаев кімге сенеді? Өзі командасын әлі толық жинаған жоқ.
қазір қаңтар оқиғасына байланысты енді бүкіл 20-30% өзінің командасын алып келген шығар. Бірақ енді Министерство иностранных дел сол жақта жұмыс жасаған, енді қиын енді Тоқаевқа. Бірақ қазір де енді білмеймін енді мынау стрелять на поражение. Ол какая власть стоит этой, сол креслоны тауып беріңдерші маған. Сол адамның қаны төгілетіндей. Или маған бір байлықты тауып беріңдерші, ол үшін это стоит того, чтобы убить человека деп. Ол үшін адамды өлтіруге болады деп. Сондай бір кресло болса, я сондай бір байлық болса. Ол Назарбаев не істеді қазір, енді пенсияға келді, шалы болып, батасын беретін адам ол. Дінмұхамед Қонаев қалай кетті? Халықтың сыйлы болып, не істеп, әліге дейін қазір Қонаевтың атына қала беріп жатыр. Ертең болашақта мектепті, көшелер бәрі де беріледі, тарих оның бәрін не істейді ол. Ертең Нұрекенді, Назарбаевтың да несі бір мықты адам болып кету керек еді. Қазір сол ақша үшін, кресло үшін. Балдарын да бір жағынан аяйсын. Немересі Лондонда өлді, қасқа болып. Күйеу баласы ар жақта өлді. Одан байлық, креслолар не керек? Сол біздер айтып отырмын, әкем соттың төрағасы болып, біздерде мүмкін бір бұрышта отырып, бір жерлерді алып дегендей, бір нелерді не істеп пайдаланып соны. Не істеуге болатын еді бізге де. Жаңа өзенде бір 10 шақты жерді сатып алып дегендей. Бәрінде ол әкеміздің айтқан адал еңбекпен не істеңдер. Ақшаны табыңдар. Бір баласы парикмахер. Оны ашық айтайын. Бір баласы нотариус. Мен физрук болып жұмыс жасап отырмын. Еңбегімен тауып жатқан ақшам. Енді әділдік күтесіз бе, әділдік орнайды деп ойлайсыз ба? Егер әділ сот болса, мен апамды шығарып аламын. 100%. Сенімдімін. Құдайға шүкір. Сараптамалар таза, жақсы біз жағымызға. Куәларымыз бар көрген. Бұрындарда куәларымыз бір қорқатын еді. Қазір жоқ, ашық айтқысы келеді. Мен айтып отырмын, тек қана шындықты айтыңдар, жаңылыспайсыңдар, ұмытпайсыңдар. Сол показаниялармен бір алла шығарып аламын деп ойлаймын. Әділ сот бар дегенге сенесіз бе? Соттық система өзгергеннен кейін мен жұмысын тастап физкультурныйға оқуға түскенмін. Сол кезде бір коллега адвокатты кездесіп алып, қайда баратсың деді. Мен айттым, спортзалға баратырмын дедім. Жұмысын істедім, жұмысын қойдым дедім. Ты тоже оставил эту работу деді. Осыдан 5 жыл бұрын болған адвокат. 5 жыл бұрын айттым, ты тоже эту работу оставил дегендей. Мынау соттық система әділ болады деп айта алмаймын. Бірақ бәрін қаралай беруге де болмайды. Азамат кісілер бар, әр салада бар. Журналистика саласын алайық, спорт саласын алайық, сот саласын, полиция саласын алайық, бәрін қаралай беруге болмайды. Яғни әділ сот болып, мүмкін жолымыз болып кетеді деп сенесіз, солай ма? Мүмкін дегендей. Бірақ мен ашық осы мынау сот, бірінші сатыдағы сот, суд первой категории. Ол айтып, мен өзім шешім шығарам, мен өзім үкім шығарам. Себебі мына Бейсенбаевтың жасағаны, судья Бейсенбаев қамауға отырғызғанда, оны 2 баласы бола тұрып, ол неде ИВС-те отырып коронавируспен ауырып қалды. Сол жағдайларды ескермей, ол прокуратурада қазір не істеп отыр, олар қазір түрмеде отырғызып тастаған себебі сараптамалар дейді. Бірақ біраз сараптамалар өтті. Енді үй қамаққа болса дегенде сыбыс кетіп жатыр, үй қамаққа жібереміз дегенде. Бірақ мен ол әділ сот болады деп. Онды қазір болмайды десем, барлық судьяларды не істегендей боламын. Үміттенесіз? Үміттенемін. Мен деген судья бар шығар, мен деген судья бар шығар. Мен заңға қарап үкім шығарам. Маңғыстауда, Жаңаөзенде бір әкем жайлы бір айтқан бір несі бар. Мынау кісінің жүрегінде жүн бар деп. Бірінші шешенді отырғызды деп. Өзенде кезінде шешендер билеп жүретін еді ғой. Сол әкеміз прокурор болып жұмыс жасап жүргенде, сол шешенді отырғызғаны бар. Сол кезде енді бір алла.